Баршаңызға сәлем. Қазір біз пақлава жасайтын боламыз. Бұл түріктің асханасынан шыққан тәтті пақлава деп аталады. Жегенде де күшті грецкий арақ қосылады. Ал ендеше жасап көрейік. Бірінші електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап, еріген майымызды қосып жақсылап мұжамыз. Одан кейін қаймағымыз саламыз. Қаймағымыз салып, жұмыртқаның сарысы бар ғой, сол жұмыртқаның сарысын ғана саламыз. Бұл несіне, тестасына ағын алып қаламыз. Екі жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап тұрып, нан илейміз. Енді бұл жерде жаңағы разрыхлитель, тұз, ванилин қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып илейміз. Игі қанғанша холодильникке салып қоямыз. Енді ішіндегі начинкасын жасайтын боламыз. Начинкасына жаңа бірінші ақ уызымызды аппақ қылып көпіршітіп алып, одан кейін секерімізді саламыз. Мен мынандай грецкий орехты блендерден өткізіп алдым. Осылай блендерден өткізіп, сөйтіп араластырып қоямыз. Енді қамырына кірсек, қамырын үшеуінде де үшке бөлеміз. Қамырды біреуін үлкен, екеуін кішкентай қылып. Үлкендеуін бірінші жайып, астына осылай формаға саламыз. Одан кейін екіншісіне кірсеміз. Екіншісін салып, екіншісінде де жайып, осылай сол екіншісін саламыз. Формаңыздан кішкентай болмау керек. Сосын жаңа екіге бөліп, начинкамызды қамырына саламыз. Мынау жаңағы бірінші бөлігі салған, екінші бөлігін қазір тағы да қамыр жаямыз. Соның үстіне саламыз. Сөйтіп барып, бірінші қамырымыз қойып, сөйтіп барып начинкамызды, екінші начинкамызды салатын боламыз. Мына менде 26 диаметрлі форма. Осындай пирогтың формасына пісірдім мен. Шет-шетте де ирек-ирек болып күшті шығатын болады. Мына шет-шеттері ашылып кетпес үшін мен не істедім? Жаңағыдай жабыстырып қойдым. Мынау үшінші қамырымыз жасап атқан. Біз екі қамыр бірінші слойына жайып, начинкасын салдық. Екінші қамырын салып, оның үстіне начинкасын салдық. Енді мынау үшінші слойы пақлаваның. Үшінші слойы жаңа грецкий орехымыздың бүтін-бүтіндерін бетіне для украшения алып қоямыз. Қалғанын ғана жаңа блендермен жаңа уақтап аламыз. Міне мына үшінші тестаны жайып салдым. Үстін пышақпен осылай кесесіздер, жайлап қамырын тесіліп кетпес үшін. Одан кейін жұмыртқаның сарысымен жағып, үстінен грецкий орехтеріңізді қойып шығасыздар. Осылай барлығын бетіне грецкий орехтерді қойып шығамыз. Міне менде дайын болды. Енді пісіріп шығамыз. Міне пақлавамыз дайын. Жасап көріңіздер. Осы рецептің қиындығы жоқ.